Жақсы, қазір енді біз past simple туралы сөйлесетін боламыз. Бұл өткен шақ. Жай өткен шақ, иә. Бұл қай кезде қолданамыз жалпы? Past simple бұл өткен шақта аяқталып қойған іс-әрекет. Мысалға, айтамыз ғой, кеше мен кинотеатрға бардым. Алдыңғы жылы күшті футбол ойнадым мен. Өткен айда достармен бірге қыдырдық. Деген сияқты, осындай мағынадағы сөйлемдерді өткен шақта айтқан кезде біз past simple'ды қолданамыз. Енді нақтырақ өзіміздің тілде, қарапайым тілмен түсіндірейін. How to form this tense. How to form this tense. Қалай бұл шақты жасаймыз. Ол үшін мысалға бірден бұл шақта, өткен шақта сізге бар жоғы білу керек нәрсе, ол негізі етістікке ed жалғанатын және етістіктің екінші формасы. Сіз кейбіреулеріңіз екінші формасы деген не екенін білмесеңіздер, онда оны жаттау керек болады. Мына жақта екінші формасын білсеңіз, бұл сөйлемдеріңіз жасау мүлдем тіпті оңай болады. Сондықтан бұл жерде бар жоғы білу керек екінші формасы. Және етістіктің үшінші формасы да бар. Ол кейін тағы да perfect шағын түсіндірген кезде сіздерге айтатын боламын. Мысалдан бастап көрейік. Мысалға I work. Бірінші осы шақты айтып көрейік. Мен жұмыс жасаймын деген. I work. Өткен шақта қалай айтамыз? Кейбіреулеріңіз айтып қойған шығарсыздар. I worked. ed жалғадық, сіздің сөйлеміңіз дайын. Мен жұмыс жасадым. I worked. Тағы да көрейік, мысалға I play football. Мен футбол ойнаймын. Жалпы айтсаңыз, мен футбол ойнаймын деп. Өткен шақта айтатын болсаңыз, I played football. Мен кеше футбол ойнадым. Тағы да қараңыздар, мына жақта сіздер етістікке ed жалғадыңыздар. Етістікке ed жалғадыңыздар, сіздер өткен шақтарыңыз дайын болды. Тағы да мысал келтірейік, бір етістікпен ed мен. I listened to music. Мен музыка тыңдаймын, мысалға. Өткен шақта мен музыка тыңдадым деп айтқаныңыз келсе, I listened to music. Мен музыка тыңдадым. Бұл жерде қарап отырсаңыздар, сіздер өткен шақты жасау үшін ed жалғадыңыздар, сіздер өткен шақтарыңыз дайын болды. Мысалы, I listened to music. Мен музыка тыңдадым. Ағылшын тілінде осындай етістіктердің өзі екіге бөлінеді. Regular, яғни дұрыс етістіктер. Дұрыс етістіктер болған кезде сіздер тек қана ed жалғай саласыздар. Яғни ed жалғау арқылы жасалынады. ed-ді жалғасаңыздар, сізден өткен шақтарыңызда дұрыс. Бірақ та өкінішке орай, осылай тек қана осылай болғанда тіпті оңай болатын еді. Бізде сонымен қатар regular verb, дұрыс етістікпен қатар бұрыс етістіктер де бар. Irregular verbs. Irregular verbs деген бұл бұрыс етістіктер. Яғни өзінің бір формалары болады. Оны сіздер жаттап алу керек болады. Ол үшін сіздерге біз алдында осы ағылшын тіліндегі ең маңызды 100 етістікке байланысты марафон өткен болатынбыз. Кейбіреулеріңіз қатысқанда шығарсыздар. Соның ішінде біз сөздерге сол 100 етістікке жанында бұрыс етістіктің жанына 2 формасын жазып қойғанбыз, 3 формасында жазғанбыз. Дұрыс етістіктердің де жанына ed-ін жалғап жазып бергенбіз. Және соған байланысты видеода болған Инстаграмда соларды қайтадан қарап жаттап алыңыздар. Себебі екінші формасын білмейтін болсаңыздар, онда оны сөйлем құрау қиын болады. Сондықтан қазір көрейік, мысалға, білетіндерімізді көрейік. Мысалға, мен көрдім. I see, мысалға, I see it. Мен көремін. Мысалы, мен көремін деп айтса, I see it деп айтасыз. I see it. Өткен шақты айтқыларыңыз келсе, бұл да I see-дің өткен шағы saw it. Бұл жерде қараңыздар, see-дің өткен шағы saw болады. Оны жаттап алу керек болады. Мысалы, see, saw, see деген. Осы жерде сізге керегі осы saw деген. Осыны білсеңіз, сіз өткен шақта дайын болды. Мысалы, мен көрдім деп айтқыңыз келсе, I saw it деп айта саласыз. Тағы бір мысал айтайын.
I немесе he ол түсінеді. Қалай болады? He understands. Эш жалғайтын еді, осы жақта ұмытпаймыз, қайтадан еске түсіріп отырайық. He understands дейді. Бұл жерде сізге білу керегі өткен шағы understand'тікі. He understood болады. Ол түсінді деп айтқаныңыз келсе, he understood екенін жаттап алу керек. Міне мына жақта мынандай чек-лист бар бізде. Мынау скринін ғана қойып қойған мына жерге. Кейін сұрасаңыздар, тегін де бере аламыз. Сіздерге көмектесу үшін барын жасап жатырмыз. Бұны біз алдында марафон қатысқандарға берген болатынбыз. Енді қарап отырсаңыздар, how to form this tense, қалай жасаймыз, қалай жасалынады. Әдеттегідей, мынаны еске түсіріп отырмыз, барлық сөйлемде ол бірдей, қай шақта болса да, бастауыш, одан кейін баяндауышты міндетті түрде етістікті ұмытпаймыз, етістікті. Бірақ бұл жерде қарасаңыздар, мынау есімдіктер ғой, білесіздер, I, you, we, they, he, she, it. Осы есімдіктерге етістіктің we add the second form, екінші формасын жалғаймыз, екінші формасын. Яғни сіз ed-мен жалғайсыз, етістікке ed жалғап етасыз, немесе етістіктің екінші формасы, яғни irregular verb, бұрыс етістіктерді білу керек. Зат есім, етістіктің екінші формасы, немесе ed болды. Бар жоғы сол. Кішкене жаттығу жасап сергіп алайық. Мына жерде білесіздер деп ойлаймын, кейбіреулеріңіз соны жасап көрейік, білмесеңіздер қарап жаттап алыңыздар. Мысалға, I see her yesterday. Мен кеше оны көрдім деп айтқаныңыз келсе, see-ден өткен шақ қалай болады? I saw her yesterday болады. Жақсы. Ол on time деген уақытында деген. Уақытында жасады деп қалай айтамыз? Do-ның өткен шағы she did it on time болады. Жақсы. They go to the cinema. Олар кинотеатрға барады. Енді өткен шақта олар кинотеатрға барды деп қалай айтамыз? Go-дің өткен шағы went болады. Бұны жаттап алу керек болады. Ана C-мен қатар мынаны жаттап алсақ, go, went, үшінші формасы gone. Осы жерде бізге керегі екінші формасы болады. Ал үшінші форманы кейін қай кезде керек болатынын оны айтамын. Ал осы шақта бізге осы go керек болады. Бұл енді жиі кездесетін етістіктер. Одан бөлек бізде тағы да кішкене күрделіректері бар. Мысалға, drive a car. Бұл drive деген машина айдау. Өткен шағы қалай болды? He drove a car. Болды. Ол екінші формасын білсеңіздер, кестені жаттап алатын болсаңыздар, бұл жерге екінші форманы қоя саласыздар. Тура present simple сияқты өте оңай. Бірақ екінші формасын білу керек болады. Одан кейін мына жақта мына сөйлемге қарайық. She let me down. Бұл жерде айтып кететін екі жағдай бар. Біріншісі бұл let me down деген біріншіден бұл фразалық етістік, phrasal verbs. Let down деген былай айтқанда біреудің көңілінен ойынан шықпау. Сонда мысалы she let me down деп өткен шақта айтқыңыз келсе, бұл let-тің үш формасы да бірдей болады. Бұл жерде мағынасына қарайсыздар. Let. Осындай етістіктері бар, ол үш формасы да бірдей болатындар. Сол кезде сізге өткен шағы керек қой, мысалға. Let деп айтқыңыз келсе, бұл жерде тура present simple-дағыдай болуы мүмкін, бірақ та естеріңізде болса, she болған кезде сіз s жалғау керексіз. S жалғанбай тұрғандықтан бұл сіздер автомат түрде түсіну керексіздер, бұл өткен шақта тұр екен. She let me down. Ол мен подвел мені дейді ғой, менің көңілімнен шықпады, ойымдағыдай болмады деген мағынада қолдансаңыздар болады. Жақсы, енді тағы да осыны көбірек практика жасау үшін my day yesterday. Былай айтқанда, менің кешегі бір күнім туралы деген сияқты мағынада айтып көрейік. Ол үшін әдеттегідей бірінші осы шақта айтып аламыз да, одан кейін оны өткен шаққа ауыстырамыз. Мысалға, I get up early. Early деген ерте деген сөз. Мен күнде ерте оянам. Енді кешегі күнім туралы айтқанда, мен кеше ерте ояндым, кеше емес, мен ерте ояндым деп айтқыңыз келсе, I got up early дейсіз. Мына жақта міне got өзгерді. I got up early, мен кеше
ерте ояндым. Не істедім? Мысалға, осы жақта қайтамыз да. I go to work. Үйде отырып, үйде жұмысқа барып жүрмін ғой мен. I go to work. Мына жерде өткен шақта болатын болса, қалай болады дедім? Go-ның екінші формасы went. I went to work. Мен жұмысқа бардым. Оңай. Просто өздеріңізге нақты бір мақсат қойыңыздар. Мен үш форманы жаттап аламын. Қалай да болса, бөліп жаңағы қанша бұрыс етістік бар, соны бөліп аласыздар да жаттап алу керек. Мысалға, тағы да I work very hard. Work hard деген еді. Көп жұмыс жасау, I work very hard. Енді мысалы, кеше мен көп жұмыс жасадым деп айтқым келсе, бұл дұрыс етістік. I worked very hard. Мен кеше көп жұмыс жасадым, мысалға. Мысалға тағы да I finish my work at 6 o'clock in the evening. Мен кеше сағат 6-да жұмысты біттім деп айтқым келсе, қалай айтамын? I finished. Finished. Бұл жерде дұрыс етістік болғандықтан сіз ed жалғай саласыздар. Ed жалғасыздар, сіздің өткен шақтағы сөйлемдеріңіз шықты. I worked. I finished. I finished my work at 6 o'clock in the evening. Кешке жақын сағат 6-да мен жұмысымды аяқтадым. Тағы да мысалға мен айтайын, I slept late. I slept very late. Мен кеше өте кеш ұйықтадым. Мына жерде байқасаңыздар, sleep дегеннің екінші формасы slept болады. Бұны да жаттап алсаңыздар, ағылшын тілінде оңай болады. Мысалы, I slept very late. Енді мына жақта қысқаша осы, мысалға бір оқып шығайын. My day yesterday. I got up early. I went to work. I worked very hard. I finished my work at 6 o'clock in the evening. I slept very late. Қарап отырсаңыздар, мына жақта бізде үш жерде етістіктің үшінші формасы келген. Екінші формасы келген. Сондықтан екінші форманы сіздерге жаттап алу керек. Бұл жақтағы бір қорытындымыз, осы болым сөйлем жасау керектегі қорытынды, бұл етістіктің екінші формасын жаттап алу керек болады. Енді ары қаратай, әдеттегідей осы өткен шақ екенін білу үшін бізде past simple'дың өзінің time markers бар, яғни уақытты білдіретін дабыл сөздері бар. Мысалға алатын болсақ, yesterday, кеше мен кинотеатрға бардым деген сияқты. The day before yesterday, кешенің арғы күні болады. Осы қолданады, кешенің арғы күні біз балалармен футбол ойнадық. We played football the day before yesterday деп айтсаңыздар болады. Last week, өткен апта. Last month, өткен ай. Last деген жалпы өткен деген мағынаны білдіреді. Ago, бұрын деген мағынада қолдансаңыздар болады. Енді осыны мына жерге қойдым кестені, осыған бірден мысал ретінде көрейік. Мысалға, I did my homework yesterday. Мен үй жұмысын кеше жасадым. I did my homework yesterday. Мысалға тағы да, see-дің өткен шағы қалай еді? I saw her the day before yesterday. Мен оны кешенің арғы күні көрдім деп айтсаңыздар болады. Тағы да мысалға айтайық. I went бару, барудың өткен шағы. I went to the theater last year. Мен өткен жылы театрға бардым. Мен өткен жылы бардым деп айтсаңыз болады. Немесе I come'ның өткен шағы came болады.
I came home late last week. Мен өткен апта кеш келдім үйге. Тағы да мысалға айтайық. I did it 2 days ago. Осылай қолдансаңыздар болады. Бұрын деген, мысалы 2 күн бұрын. Мен оны 2 күн бұрын жасадым деп айтсаңыздар болады. Немесе she came 4 days ago. Ол 4 күн бұрын келді деп айтасыздар. Мына жақта сіздер сұрақ болуы мүмкін, came болды, s қайда кетіп қалды деген сияқты. Ол present simple осы шақта ғана болады. Өткен шақта he, she, it, I, жекеше түр, көпше түр. Оған қарамайсыздар, етістікке s жалғанбайды. Бұл жерде ол тек осы шақта ғана. Мына жерде тек екінші формасын білу керексіздер. Етістіктің немесе id жалғанады етістікке. Етістікке id жалғайсыздар, сонымен сіздердің сөйлемдеріңіз дайын болады. Енді ары қаратай кеттік. Ары қаратай бізде past simple'да өткен шақта енді осы жаңағы мен үй жұмысын жасадым кеше. Енді жасамадым, мен оны көрмедім, мен бармадым деп кеше, алдыңғы жылы деп айтқыларыңыз келсе қалай айтасыздар? Әдеттегідей өте оңай. Past simple negative form we used didn't. Біз past simple'дың болымсыз түрін жасаған кезде осы зат есімнен кейін, есімдіктерден кейін сіздер didn't жалғайсыздар және одан кейін етістіктің бірінші формасын қойсыздар. Осы жерді ұмытпаңыздар. Мысалға I didn't go болады уже. I didn't went деп айтпайсыздар. Өйткені didn't деген уже білдіріп тұрады өткен шақ екен. Сондықтан жаттап алыңыздар. Didn'ттан кейін етістіктің went болмайды. I didn't go болады. Барлығына бірдей бұл жерде де осы шақтағыдай don't, doesn't емес, барлығына бірдей didn't қолданады. Оңай бұл жері. Және етістіктің бірінші формасын жалғайсыздар. Бұл жерде де оңай. Енді осыны мысалмен бірден бекітіп алайық. Так, мына жерде мысалға айтайық. I didn't мен үй жұмысын жасамадым. Қалай айтамыз? Бірінші айтайық. Мысалы I do my homework. I did my homework. Мен үй тапсырмасын істедім деп айтасыз. Енді істемедім деп айтқыңыз келген кезде I didn't do болады. I didn't do my homework. Қараңыздар, мына жақта didn't-тан кейін мынау did деген, мынау көмекші етістік деген didn't. Мынау кәдімгі жасау деген етістік, бұл жерде шатастырмаңыздар. I didn't do my homework. Мынау қалай болды, неге болай, біреу ұқсайды ғой деп ойламаңыздар. Бірден қалай айттым, солай жаттаңыздар. Didn't деген бұл көмекші етістік қана, өткен шақты білдіріп тұр болымсыздық мағынаны. Ал мынау did өткен шақтағы жасау деген мағынаны білдіреді. Тағы да бір мысал келтірейік. Мысалға, мен оны көрмедім деп айтқыңыз келсе, мен оны көрдім деп қалай айтасыздар? Бірінші болымды түрде I saw her. Енді осыны болымсыз түрде жасағыңыз келсе, I didn't болады. I didn't saw бола ма? Жоқ, шатастырмаңыз осы жерде. I didn't see her yesterday. Мен кеше оны көрмедім. Шатастырмаңыздар, didn't-тан кейін етістіктің бірінші формасы қояды. Болымсыз түрі, өткен шақтың болымсыз түрі негізі оңай, өте оңай. Didn't-ті қойдыңыздар, сөйлемдеріңіз шыға береді. I didn't see her yesterday. Тағы да мысалға he-мен айтсақ та, he didn't, ол жеңбеді деп айтқымыз келсе, he didn't win. Ол жеңбеді. Мысалға көпше түрмен айтқымыз келсе, олар футбол ойнамады. They didn't, етістік қойсаңыздар, play football. Болымды түрінде қалай болады? They played football. Болады. Ал сіз болымсыз түрін жасағыңыз келсе, they didn't play football. Қараңыздар. Мына didn't болғандықтан id жалғамайсыздар. Екінші форманы қоймайсыздар. Себебі
Didn't бар бізде. Didn't болған жерде сіз екінші форманы қойып керек емес. Жарай ма? Осыны жаттап алыңыздар. Жақсы, бір қайталап жіберейік. I did my homework. I didn't do my homework. I saw her. I didn't see her yesterday. He didn't win. They played football. They didn't play football. Жақсы. Енді әдеттегідей осы өткен шақта енді қалай сұрақ қоямыз дегенге келеміз, иә. Бұл жерде әдеттегідей сұрақ қою өте оңай. Қалай қоямыз деп ойлайсыздар? Didn't емес, did'ті алдына шығарасыздар, сөйлемдеріңіз дайын. Мысалға, ол үй жұмысын жасады ма? Did he do his homework? Ол үйге барды ма? Did she go home? Бұл жерде де қарасаңыздар, did'тан кейін етістіктің өзін ғана қоясыздар. Екінші формасын еді жалғамайсыздар ешқандай. Мысалға, сен түсіндің бе? Мысалы, кеше сабақты түсіндің бе? Did you understand? Осыны бірден мысалмен келтірейік, мұнда кестені қойдым. Мысалмен келтірейік тағы да. Мысалға, did you do your homework? Сен үй тапсырмасын істедің ба? Үй тапсырмасын жасадың ба? Did you do your homework? Қараңыздар, did'ті алдына қоя салыңыздар, сөйлемдеріңіз дайын. Келесі тағы да, сен оны кеше көрдің ба? Did'тан бастаймыз. Did you see her yesterday? Сен кеше оны көрдің бе? Одан кейін, ол кеше қайтып келді ме? Did he come back? Come back. Бұл қайтып оралу деген мағынада. Мына жақта қараңыздар, came емес, өткен екінші форма емес, бірінші формасын қойыңыздар. Did'тан кейін міндетті түрде did бірінші формасын қойып шығасыздар. Come, мысалы, келу. Оңай, мысалы, did you do your homework? Did you see her yesterday? Did he come back? Ол қайтып оралды ма? Жақсы, енді осы жерге дейін түсінікті болса, осы жерге дейін бір бекітіп алайық. Мына жерде сіздермен әдеттегідей өткен шақта болымды түрінде жасаймыз. Сөйлемді, болымсыз түрде бір жасап аламыз. Және сұрау сөйлемін жасаймыз. Мысалға, go there. There деген анда. Go there. Сен анда немесе ол жерге, сен ол жерге бардың ба? Немесе ол жерге бармадым деп өткен шақта айтқымыз келсе, былай айтамыз. Мен ол жерге бардым. Қалай болады? I went there. Немесе there-ның орнына бір жерді айтайық. I went to the cinema. Мен мысалға киноға бардым. To the cinema деп қояйық, не қады? Cinema. Мен бармадым деп қалай айтам? I didn't go to the cinema. Сен киноға бардың ба деп сұрағыңыз келсе, did you go? Қайтадан қараңыздар. Бірінші болымды түрінде go-дің екінші формасы went қойдық, бардым деп. Енді болмысын түрінде бармадым дегенде I didn't go бірінші формасын қойдыңыздар. Сұрақ қойған кезде did you go to the cinema? Сен киноға бардың ба? Қарап отырсаңыздар, бір бағыт болды, мысалы үйге бару, мысалы кинотеатрға бару, мектепке бару, университетке бару, жұмысқа бару деген кезде, мысалға жұмысқа, университетке ға, ге, қа, ке деген жалғауды ағылшын тілінде to деген атқарады. Мысалға to the cinema, киноға, to school, I go to school деген бар ғой. To school, мектепке деген мағынаны білдіреді. Енді мынадан да дәл солай жасайық. Так, come back, қайтып оралу. Ол қайтып оралды.
қалай болады? He мен жасайық. He, come'ның өткен шағы қалай болады? He came back. Ол қайтып келді. Момсыз түрі, ол келмеді. He didn't come болды. Қайтадан бірінші формасын қойсыздар. He didn't come back. Сұрақты қойған кезде did he қайтады бірінші формасы come back. Жақсы түсінікті деп ойлаймын. Бір қайталап жіберейік. Revision exercises. Go to the cinema. I went to the cinema. I didn't go to the cinema. Did you go to the cinema? Come back. Қайтып оралу, иә. He came back. He didn't come back. Did he come back? Жақсы. Бұл түсінікті болса сіздерге, енді осы жерде әдеттегідей арнайы сұрақта present simple-ды жақсылап түсіндіріп кеттім. Бірінші сұрақты қоясыздар, иә. Мысалы, қашан, неге, қалай деген. Одан кейін барып сіздер сұрақты қалай жасайды, әдеттегідей did алдына шығарып, одан зат есім, бастауыш, есімдік, одан кейін барып етістікті қоясыздар. Мысалға, сен кеше қайда бардың деп айтқыңыз келсе, where did you go? Бір-екі мысал келтірейік. Бұл түсінікті деп ойлаймын сіздерге. Where, осыдан бастап сен қайда бардың деген кезде you, where деп айтпайсыздар, бірден қайда дегеннен бастайсыздар. Осы мына формуланы жаттап аласыздар. Where did you go? Where did you go? Сен қайда бардың? Немесе қашан келдің? Қашан деген қалай? When. Жаттап алыңыздар. When. Қашанны. When. When did you come? Сен қашан келдің? Мысалға, сен неге жыладың? Мысалға, иә? Why did you cry? Жылау деген маңыз. Немесе айғалау деген. Why did you cry? Деген сияқты мысал келтірсеңіздер болады. Тағы да бір мысал келтірейін. Мысалға, call деген бір сөз жаттайға, қоңырау шалу немесе шақыру. Why did you call your friend? Сен неге досыңды шақырдың? Неге сен өзіңнің досыңды шақырдың деген мағынада қолдансаңыздар болады. Одан бөлек сіздермен нені өткенбіз, иә? Мысалға, what books? Қандай кітаптарды сен сатып алдың? What books did you? Әдеттегіде тура сол формуланы қолданасыздар. Buy, сатып алу. What books did you buy? Немесе, сенің қанша кітабың болды деп қалай сұрақ қойсыздар? How, саналатын зат есім болғандықтан, how many books? How many books did you have? Өткен шақта қойып тұр. Did you have? How many books did you have? Жауабы қалай болады? I, болымды түрде білесіздер, have-тің өткен шағын қолданасыздар. Екінші формасы бар, бұның had. I had a lot of books деп айтсаңыздар болады. Менің көп кітаптарым болды. What books did you buy? Бұл жерде де қарасаңыздар, buy деген бұл irregular verb, бұрыс етістік. Бұның екінші формасын білу керек. Қайтадан сөйлемді бастауыш, I, баяндауыш, bought. Мен сатып алдым деген кезде buy, bought жаттап алу керек. I bought, мысалға не айтайық, I bought, мысалға Sherlock Holmes, мысалға, Sherlock Holmes деп қысқа шығылсақ, Sherlock Holmes. Жақсы, түсінікті болса, бір қайталап шығайық. Examples. Where did you go? When did you come? Why did you cry? Why did you call your friend? What books did you buy? I bought Sherlock Holmes. How many books did you have? I had a lot of books. Жақсы. Енді әдеттегідей to be етістігі бар, етістіктер болмаған кезде сіздер to be етістігін қолданасыздар деп ана осы шақта айтқан кезде айттым. Енді сол сияқты да мысалға мен кеше үйде болдым деп айтқыңыз келетін болса, мен үйде болдым. Бұл жерде бір сәрекет етістігі жоқ, мысалға жаттым, ұйықтадым, бардым, ойнадым деген сияқты. Бұл жерде сізге әдеттегідей көмекке to be етістігінің be деген болу, болудың өткен шақтағы формасы бар бізде. Соны жаттап алсаңыздар, сіз сөйлем құрастыра бересіздер. Мысалға мен үйде болдым, немесе мен мұғалім болдым деп айтқыңыз келетін болса, сіз осы was немесе were деген
to be етістігінің өткен шағын қолданасыздар, сөйлемдеріңіз дайын. Әдеттегідей ұмытпаймыз, бастауыш және баяндауыш міндетті түрде болады. Мысалға, мен мұғалім болдым. Енді өткен шағында ұқсайды, етістігі болып жүрді. Не істедім? Мен мұғалім болдым. Мысалға, жаттап аламыз. I, he, she, it болған кезде was болады. Болдым деген мағынаны білдіреді аудармасы. You, we, they, were. Болдым болады. Екеуінде аудармасы бір, to be етістігінің формалары ойында. Бірақ та есімдіктерге байланысты, зат есімдерге байланысты өзгеріп отырады. Одан бөлек тек қана he емес, жекеше түрдегі зат есімдерді қолдана бересіздер. Мысалға, Ким. Ұзақ болып кетті. Ки деп қойып қысқаша ақси үшін. Бір адам да, мысалға, соны қойған кезде was болады. Көпше түрде болған кезде, мысалға, boys деп айтқан кезде, boys болса, онда were болады. Мысалға айтайық, мына жерде мысалдар келтірейік. Так, мысалдардан келтірейік. Мен үйде болдым. I was at home. Қараңыздар. Мен болдым үйде. I was at home. Мысалға, айтайық, Айгүл бақытты болды деп қалай айтамыз? Айгүл. Айгүл деген қалай? Айгүл деген бұл she екенін білесіздер. Сондықтан не істейсіздер? Was қосасыздар. Айгүл was happy. Оңай. Мысалға, олар көңілсіз болды. They не қоямыз? They were қоямыз. They were sad. Олар көңілсіз болды. They were sad. Немесе айтайық, біреу, мысалға, бір апай жасы шағында әдемі болған деп айтқымыз келсе қалай айтамыз? She were қолданамыз да? Was қолданамыз да? She was beautiful. She was beautiful. She was beautiful. Мысалға, тағы да бір айтайық, бір кітапты оқыдыңыз, ол кітап қызық болды. Кітап деген зат, The book. Қараңыздар, енді мына жерде was қоямыз да, were қоямыз да. Book деген бір кітап болғандықтан all деп алсақ қойды, зат қой өйткені, It was болады. It was interesting. It was interesting. Көпше түрде айтатын болсақ қалай болады? Books деп айтсақ қалай болады? Books десе олар болып кетеді. Ағылшын тілінде ол затқа да they деп айта бере алады. Books were boring. Boring деген маған қарама-қарсы қызықсыз, шыпыстырарлық. Books were boring. Жақсы, бір қайталап шығайық. Examples. I was at home. Айгүл was happy. They were sad. She was beautiful. The book was interesting. Books were boring. Жақсы. To be етістігі бойынша болымсыз түрімен сұрау сөйлемін қысқаша айтып кетейін. Болымсыз түрінде сіздер not жалғай саласыздар. Wasn't. Мысалға, ол мұғалім болмаған. He was not a teacher. Қысқашасы wasn't болады. He wasn't a teacher. Сен үйде болмадың ғой. Үйде болмадың. You weren't at home. You weren't at home. Деп айтасыздар. Мысалға айтайын. Мысалға айтайық. Мен үйде болмадым деп қалай айтам? I was at home десем қалай болады? Бұл мен үйде болдым деген сөз. Үйде болмадым деп айтқымыз келсе, I was not at home. Тағы да айтайық. Ол қызықты болмады. It was not interesting. Ол қызықты болмады. Қызықсыз болды деген мағынада ғой. Немесе тағы да they were happy. Олар бақытты болды. Олар бақытты болмады деп айтқымыз келсе, they were not happy. Олар бақытты болмады. Тағы да бірге айтайын, тағы да мысалдар айтайық. Мысалы,
My mother, менің анам. Енді осындай бір зат есім келіп қалса таңғалмаңыздар. Менің анам деген ол she. Жекеше түрде тұр. Менің анам she. Сондықтан сіздер was немесе was'ны қолданасыздар. She was not, болмады. She was not at home. Ол үйде болмады деп айтсаңыздар болады. Немесе көпше түрде айтайық. My friends болатын болса, қараңыздар s тұр, көптік жалғаулы. My friends, олар болады автоматически. They were not winners. Олар жеңімпаз болмады деп айтсаңыздар болады. Мына жақта қысқашасын айтайық, wasn't шатастырмаңдар. I was not at home деп айтып отырмайды. I wasn't at home деп айта саласыздар. It wasn't. It wasn't. Мынаған айтайық. Мысалға, they were not happy деп отырмайды. Ауызекі тілде айтқан кезде разговорныйда they weren't деп айта салады. Weren't. They weren't. They weren't. My mother wasn't. Тура сол сияқты. My mother wasn't. My mother wasn't. My friends were not емес. Қысқаша қалай айта саламыз? Weren't. Weren't деп айта саласыздар. Бір қайталап өтейік. I wasn't at home. It wasn't interesting. They weren't happy. My mother wasn't at home. My friends weren't winners. Жақсы. Сұрақ қойған кезде әдеттегідей мына was, were'ді алдына шығарасыздар. Сөйлемдеріңіз дайын. Мысалға, сен кеше үйде болдың ба? Were you at home? Сен үйде болдың ба? Ол мұғалім болды ма? Was he a teacher? Ол мұғалім болды ма? Бұл жерде өте оңай. Мысалы, біріншісін айтайық. Сен үйде болдың ба? Were you at home? Сен үйде болдың ба? Were you at home? Сен үйде болдың ба? Немесе, мен кеше бақытты болдым ба? Мен, қараңыздар, мен was қолданасыздар. Was I happy? Если дейді қоссаңыздар болады. Одан кейін мысалға, ол әдемі болды ма? Қызға айтыңыз кезде. She, Was she beautiful? Was she beautiful? Ол әдемі болды ма? Одан кейін тағы да бір жаңа сөз үйреніп алайық. Мысалға, were they disappointed? Disappointed деген ол көңілі қалу деген мағынада. Мысалға, менің кинодан көңілім қалды, мен сенен көңілім қалды. I was disappointed деп айтсаңыздар болады. Көңілі қалу деген мағынада қолданылады. Бір қайталап шығайық. Were you at home? Was I happy? Was she beautiful? Were they disappointed? Жақсы, енді осы жерге дейін тағы да бір бекітіп алайық. Бағанағы мысал, болымды түрінде айтқымыз келсе, қалай айтамыз? Бұл қызық болды. It was interesting. Қызық болды. It was interesting. Қызық болмады деп қалай айтамыз? It wasn't. Қысқашасын үйрене берейік. It wasn't interesting. It wasn't interesting. Қызық болды ма? Мысалы, кино қызық болды ма? Анау қызық болды ма деп сұраған кезде was алдына шығарасыздар. Was it interesting? Interesting. Қызық болды ма? Енді they мен жасайық. Олар бақытты. Қалай айтамыз? Олар бақытты болды деп айтсақ. They were happy. They were happy. Олар бақытты болмады. They weren't happy. Олар бақытты болды ма? Were they happy? Олар бақытты болды ма?
жақсы. Бір қайталайық. Exercises, жаттығулар. Мысалы, мен жаттығу жасаймын. I do exercise. Бұл жаттығу деген бұл осылай тапсырма арқылы жазсаңыз болады, немесе іс-әрекет арқылы жазсаңыз да болады. Қайталайық. It was interesting. It wasn't interesting. Was it interesting? They were happy. They weren't happy. Were they happy? Жақсы, тамаша. Енді соңғысы арнайы сұрақ болатын болса, қалай жасаймыз? Әдеттегідей неге, қайда, қалай, неге, не, қашан дегенді біз алдына шығарамыз. To be етістігінің өткен шағының алдына шығарамыз. Мысалға, бір қызығы, мынаны айтайық. Сен кеше қайда болдың деген кезде, where, сен, you бол керек. Where you yesterday деп айтасыз. Екеуінде айтылуы бірдей, сондықтан түсініп боласыздар. Where were you yesterday деп айтасыз. Where, біреуі қайда болса, екіншісі болу деген мағынада. Where were you yesterday? Where were you yesterday? Немесе, неге ол көңілсіз болды? Why was she sad? Неге ол көңілсіз болды? Деген мағынада айтсаңыз болады. Немесе, мысалға айттым, бір адамның атын қойсаңыздар болады. Why Ануар деген адам есімізде. Why Ануар? Why was Ануар happy? Таңғалқамаймыз, Ануар деген бұл he. He болғандықтан was алдына шығарасыздар. Why was Ануар happy? Немесе why was he happy? Деп айтсаңыз болады. Немесе тағы да ол кеше қайда болды? Where was she? Өткен апта деп айтайықшы. Last week. Еске бір түр болып жіберейік. Жақсы. Бір қайталайық. Where were you yesterday? Why was she sad? Why was Anwar happy? Where was she last week? Жақсы. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Мен сіздерге мына жаққа тағы да сіздерге сыйлығым. Осы past simpleға байланысты да, өткен шаққа байланысты мынандай өткен сабақ болды. Бір сабаққа байланысты қысқаша өткендерімізді осылай кесте ретінде жасап қойдым. Таблица. Жалпы past simple біз өткен шақта аяқталып қойған іс-әрекет туралы айтқанда айтамыз. Кешен арғы күні, өткен апта, өткен жылы, 2 күн бұрын, 1 жыл бұрын деп айтқан кезде сіз осы past simple'ды қолданасыз. Және ол бұл жерде ed жалғау керек екенін өткен шақта, және етістіктің екінші формасын жаттауды ұмытпаймыз. Ол үшін кейбіреулеріңіз марафонға қатысқанда алдыңғы жолы 100 етістіктің екінші 3 формасын алғансыздар. Соны жаттаңыздар, жаттамаған болсаңыздар. Керек адамдар болса жазсаңыздар, сіздерге жекелеріңізге жіберетін боламыз. Одан кейін to be етістігінде өткен шағына байланысты мына барлығын енді бағана present simple'да айтқан сияқты өздеріңіз қолданыңыздар. Мысалға, сен кеше қайда болдың? Қалай қоятын едік? Ол to be етістігімен болу. Арнайы сұрақ қойған жоқпын. Where were you yesterday? Сен кеше қайда болдың? Немесе, сен кеше кинотеатрға бардың ба деп сұрағанда қалай қоятын едік? Did you go to the theater? Немесе, мен кеше достарыммен футбол ойнадым. ed жалғайсыздар дұрыс етістік болса, I played football. Сонымен өткен шақты осымен аяқтадық. Бұны сіздер тек қана тестті тапсыратындар болса жақсы қолданасыздар деп ойлаймын. Ал өмірде қолдану үшін мақсатта үйреніп жатқан ағылшын тілін өмірде қолдануға ерінбей тырысыңыздар.